Орал қаласындағы физика-математикалық бағыттағы Назарбай зияткерлік мектебі жанындағы жатақхана Орал қаласы мен облыс аудандары, еліміздің өзге аймақтарынан келген білім құмар ұл-қыздың ыстық ұясына айналған құтты мекен. Осыдан 6 жыл бұрын есігін ашқан жатақхана 129 балаға арналып жасақталған. Жатақхана тәрбиешілері біздің басты мақсатымыз тәрбиеленушілердің көшбасшылық сапаларын, өз бетімен жұмыстануын дамыту, шығармашылығына қолдау жасау дейді. Әрине, өскелең ұрпақтың бойында үлкеннің кішіге деген қамқорлығы, әлеуметтік ортада өзін-өзі ұстау мәдениетіне тәрбиелеу де тәрбиешілердің басты ұстанымы. Білім құмар ұл-қыздарға бұнда барлық жағдай жасалған. Жылы әрі жайлы жатын бөлмелер үй тұрмысы жағдайына сәйкестелініп, қазіргі заманға сай жаңа жиһаздармен толық жабдықталған. Оқушылардың бос уақыттарын тиімді пайдалану, қызығушылықтары бойынша шығармашылық жұмыстарға баулу, баланың бойындағы қабілеттерін ашу мақсатында жатақхана тәрбиешілері оқушылармен түрлі үйірме жұмыстар жүргізеді. Осы сымбат үйірмесіне қатысқаннан бері кесте машинкасының жұмыс жасауды толық үйрендім. Бұдан біздер әртүрлі бұйымдарды жасап, оларға әртүрлі жазуларды және әртүрлі суреттерді салуды үйрендік. Осы бұйымдар көбінесе мектепке келген қонақтарға және қайырымдылық акцияларына беріледі. Ғажайып шеберханада біздер бұйымдар жасаймыз. Мысалы, мына жұмыс істеуге 2 күн уақыт, күніне 3 сағаттан 530 палочка кетті. Осы балмұздақ таяқшаларына. Жақында ақпан айында осы ұлы дала ұрпақтары байқауына қатыстым. Онда мен 3-ші орын алған. Бұл жұмысты жасағанда адамның шыдамдылығы, қол икемділігі, ойлау қабілеті дамиды. Жатақхана жұмысы ата-аналардың қолдауынсыз жүру мүмкін емес екені анық. Бұл бағытта мектепте біз бір отбасымыз жобасы бар. Үйінен жырақта жүрген ұл-қыздарды өмірге бейімдеу мақсатында ата-аналар шеберлік сағаттарын өткізіп тұрады. Аналар жағы тамақ дайындап, іс тігуді үйретсе, әкелер қауымы қамшы өріп, спорттың қыр-сырын меңгертеді. Өте қуаныштымыз, себебі мына бала мен ата-ана арасында тығыз байланыста болып жатырмыз. Сондықтан қазіргі уақытта мына баламыздың болашақта ертең оқуға түскен уақытта, далада жүрген уақыттарында, әр уақытта қандай болмасын іске тамақ та пісіре алып, оқу да оқу алатындай жағдайға жететініне көзіміз жетіп отыр. Сондықтан осы жатақхана ішінде осындай болып жатқан іс-шараларға біздер ризамыз, ата-аналар. Мектеп жатақханасында 2014 жылдан бері мейірімді жүрек жобасы іске асырылуда. Игі мақсатты көздеген жоба балалардың бойында адамгершілік қасиеттерді дарыта отырып, қоғамдағы әлеуметтік жағдайларға өз үлестерін қосуға бағытталған. Балалар облыстық көру қабілеті бұзылған және нашар көретін балаларға арналған арнаулы мектеп-интернатының оқушыларымен және облыстық зағип және нашар көретін азаматтарға арналған арнаулы кітапханасымен бірлесіп жұмыс істейді. Жатақхана тәрбиеленушілерінің бұл жоба аясында атқарған жұмыстар айтарлықтай. Осы уақытқа дейін оқушылар қазақ әліпбиіне негізделген тактильді кітап жасап шығарса, қазір ағылшын әліпбиі бойынша кітап дайындауда.
Сонымен қатар облыстық зағип және нашар көретін азаматтарға арналған арнаулы кітапханаға қазақ жазушыларының 65 шығармасын аудио жазбаға түсіріп табыстады. Оқушылардың жайлылықта өмір сүруін қамтамасыз етіп, олардың білімді де саналы азамат болуына шын пейілмен қызмет ететін жандар жатақхана ұжымы. Олар білімге құштар зияткерлердің бар арман мақсатына жетіп, үкілеген үмітті ақтайтындарына сенімді.